газ жасаймыз деп мына магазинге келдік қазір. Бұл магазинде барлығы бар. Американка. Барлығы. Bizim magazin. Ne жоқ дейсің ғой, бәрі бар. Ассалаумағалейкум, біз газ жасауға кеттік. Мынандай заттарын алдық. Трубасы, анау фильтрі, анауымыз подачаның пештің перекрывать етеміз. Үстінен подача, астынан обратно береміз, сол кезде пештің шыжылайтын болады. Мынау заглушканың крандары 32-нің подача. Мына екеуі, мына пеш жақты жабамыз. Мынау газовый пеш жабамыз, анау обычный пеш жабамыз. Егерде газ таусылып қалғанда мына екі кран жабамыз да, мынаны ашып, мына кранды ашып. Пешіміз жаға береміз көмірді. Көмір неған кезде мынаны жабамыз да, мына екеуін ашып, мынау котелға кетеді. Мына американка бекітіледі. Мына екі американка мынаған. Мына екеуіне ыстық су, тастай су, бір ыстық су кірет шығады. Мынау американкасы. Мынау обраткаға мынау жесткий фильтр деймі, каменный деймі, осыны қоямыз. Мына қалған угылдары, мына крепленелер, муфталар. Мынау ыстық судан подачаға қоямыз. Теплый полға қояды. Мынау переходник 32-ден переходник қоямыз. Пешке барақан жерге қоямыз, судан ала саламыз теплый полға. Так, мынау сигнализаторларымыз. Мынау шланга. Мынау жаңағы не деуші атын. Мынау диэлектрический безопасность дейміз ол. Мынау үлкен ключ. Мына осының бәрін алып алда қаласа, мына пешімізді бастаймыз. Біз кеттік. Алда қаласа газ жасап көреміз. Мынау біздің пешіміз. Жаңағы мынау қалды алынбаған. Мына алда қаласа. Мынау подача, обратка, ыстық су кіреді. Тастай су кіреді, ыстық су шығады. Мынау газ кіреді. Мынау жаңағы датчигіміз. Мынау давлениеміз қарап отырамыз. Бүйтіп оқитын болып шешесіз. Так, мерам безопасности, сигнализатор, ознакомиться с данным. После сигнализации необходимо соблюдать следующие мероприятия. Выполнять работу по монтажу, техническому обслуживанию. Не брать прибор мокрыми руками. Не включать сеть вне зависимости напряжением. Не пользоваться повреждением шнуром, розеткой обогрева. Газдың пешін қоямыз деп, соны изучать етіп отырық мына схеманы қазір. Схема сол екен. Мына 3-4. 1-2 ход кіреді екен. Скорее всего, ыстық су кіре ма? Подача. Обратка. Мына екеуі подачада, мына екеуі обратка. Мынау газ кіреді. Мына газ кіреді. 35-лік болып тұрған, 34-лік па? Так, мынау дейді. Мынау су. Газ, подача, су. Они обозначают. Ешін ұмытқаттың фильтрін салу керек подачаға. Мынаған су келеді. Мынаны аламыз өлшеп. Осыдан түктеп.
Мына суды былай шығарамыз көреміз. Сонымен бүгін түнге кешін осыны істеп тастадық. Подача су кіреді, су ыстық су шығады, тасай су кіреді. Мынау отопление паровойға кіреді, мынау обратқа қайтады су. Мынау кіреді. Міне өсіп, мына жаққа әлі фильтр қоямыз. Жаңа сықыратын бәлесін қоямыз, жаңа запахқа, газға утечкеге. Сол. Соң анау ненің тоқтың изолирующийін қоямыз. Сол бұлай қарай болмасын. Сондай жасап отырмыз. Мына подачаға мына жерден кран қоямыз. Асты обратка, үсті подача болады. Сасап келеді, мынаған жылынады. Мынау бізде подача, мынау бізде обратка. Мынау жаңағы жесткий кранның стрелканы көрдіңіздер ме? Су көрген кезде мына жерде несі бар. Осыған жиналады да, таза суған өтеді, ал мусор маған жиналады. Мынаны шешеміз де. Мынаны шешіп алып тастаймыз. Енді Алла қаласа мына жерге фильтр, несін газдың фильтрі және анау утечканың қоямыз мына жаққа. Мына мұржа қою керек, мына жақта резетка қою керек. Почти болып қалды, бүгін кеш бастап қалдым. Алла қаласа бітетін ек. Сөйтіп осындай газ жасап жатқан жайымыз бар. Мына трубаны варт етіп болды қанды наращивать етіп. Енді былай еткенімізді мына жақ варт етсем, мына сыйттан мына кранның шығарайды. Сол үшін мынаны қазір варт етеміз. Алыс қып. Анау мына жерге қоямыз бұны. Біреуі астында обратка, үстінде подачасы болады. Ортасын кранмен жабамыз. Мына кранмен ортасы жабылады. Сондай өзіміз жасап отырмыз енді. Ешкімге не қылмай. Енді ерсілі болып тұр, сваркілдеріміз болады енді. Самайғаларын су жіберсе, кейін шлифовать етіп аламыз. Проблем емес. Обраткамызды варт етіп болдық. Мынандай былайынан қоямыз. Астыңыз обратка, үстіңіз подача болады. Кранның ортасын жауып қоямыз. Жоғары қарай береді, астынан сор болады. Осы арқылы болады. Сонда ана пештің ішінде, пештің іші де жылып тұратын болады мына жер. Постоянно біркелкі температура болатын болады. Сол мына ағайындар қазір осыны. Мына фитингтерді бұраймыз оған. Мына фитингтерді бұраймыз оған. 32 ары қарай. Подача обратканы өтікпен алып кетеміз. Мынаны маған бұраймыз. Мынаған бұрылады. Мына осыған бұрылады. Ары қарай өтікпен алып кетеміз. Ну, 25. 25, а вот здесь 20. Вот отсюда к этому переходник нужен. И отсюда на этот кран 25 переходник нужен, короче. Ассалаумалейкум. Бітірдік. Бірақ бізде мына бұрылып кеткен себебі, мына қисайып кеткен себебі. Мына екеуі ровный варт етілген. Мынаны варт етілген кезде, мына жер қызды да. И соның натяжка берген кезде, мынау 45 градус болып қалды, мынау 90 градус болады. 90 градуспен тұр ғой. Енді біз 90 градусымыз жоқ, ертең 45 градусқа келеміз. Сонымен міне Алла қаласа. Енді тастай су қалды, ертең тоже алып келетін заттары бар. Мына тастай су. Питание береміз, пропитка. Через фильтр. Мынау не айтады? Бірден фосфат дегеннен өтеді. Су өтеді да мынаған подача беріледі. Бірақ мына фосфатты питьевойға қолдана болмайды. Тек қана бұл. Неге міне. Тастай су келді міне. Ну, подачасы тастай су, мына обратка үйге ыстық су. Ертең бір канал алу керек, мына жерге бір кран алу керек. Сонымен болды, Алла қаласа мынау дайын бізде. Ертең Алла қаласа мына тесіктермен жүріп шығамыз. Үйдікін мынаның тесігін шляпасын орнатып. Мынаның мұржасы,
қалды 18 күн келеді бар мынаның. Сонымен болды, алла қаласа газымыз дайын. Мына жерге 45 градус үктеу керек мынаған подачаның. Болды, сонымен бітті. Қалғаны бәрі дайын тұр ғой. Тек қана бізде қалады. Звондаймыз, шақырады. Болды ма? Мына ассалаумағалейкум, бітірдік. Бірақ бізде мына бұрылып кеткен себебі, мына қисайып кеткен себебі. Екеуі ровный варт етілген. Мынаны варт етілген кезде, мына жер қызды. И соның натяжка берген кезде, мынау 45 градус болып қалды, мынау 90 градус болады. 90 градуспен тұр ғой. Енді біз 90 градусымыз жоқ, ертең 45 градусқа келеміз. Сонымен міне алла қаласа. Енді тастай су қалды, ертең тоже алып келетін заттары бар. Мына тастай су. Питание береміз, пропитка. Через фильтр. Мынау не дады? Бірден фосфат дегеннен өтеді. Су өтеді да мынаған подача беріледі. Бірақ мына фосфатты питьевойға қолдану болмайды. Тек қана бұл. Неге міне. Тастай су келді міне. Ну, подачасы тастай су, мына аппаратқа үйге ыстық су. Ертең бір кран алу керек, мына жерге бір кран алу керек. Сонымен болды, алда қаласа мынау дайын бізде. Ертең алла қаласа тесіктермен жүріп шығамыз. Үйдікін мынаның тесігін шляпасын орнатып. Мынаның мұржасы қалды 18 күн келеді бар мынаның. Сонымен болды, алла қаласа газымыз дайын. Мына жерге 45 градус үктеу керек мынаған подачаның. Болды, сонымен бітті. Қалғаны бәрі дайын тұр ғой. Тек қана бізде қалады. Звондаймыз, шақырады. Болды ма? Оған стабилизаторымызды дайындап қойдық. Мына газың төбесіне қоямыз. Бұны пештің үстіне қоямыз ба? Жоқ. Мына яқтан полка жасап, полкаға қоя саламыз оны. Ал мынау айтқанда вилка алу керек екен, вилка алып, мынау барады, ана жерге қойылады. Сонымен болды. Сонымен бәрі алла қаласа, газымыз дайын. Бір болмайтын. Мынау 45 градусқа бұрылып кетті 90-нан. Өйткені бізде мына жерді натяжка бергенде 45 градусқа кетті. Негізі 90-ға шығарамыз. Варит етілген кезінде. Біз таяқты дайындаған кезде бірінші, мына пропитканы жада подача обратный кранды қойған кезде біз мына жер резинені ызгондарды кесіп алдық та трубаға варит еттік. Трубаға варит етіп ұзын артып алдық, чтоб мынау қыз кетті, мынаны былай істеп қылатын еді. Мынау вообще жанып кетеді мына жер. Мына жердегі орағандарын жауып, потом су жібереді. Сол үшін ұзынырақ трубаға варит етіп дайындап аласыздар да, әкеп мына жерден бір отыра саласың, болды, бітті. Мынаны да варит етіп аласың, мынаны потом үтікпен дәліш кетеді. Осы ғана проблема. Қалғанның бәрін обычный жай адам, шаруа істеп жүрген адам істей алады деп ойлаймын. Мына обратный клапанға фильтрімізді қойдық, мына стрелкасын қарайсыздар. Обрат кетеді. Мынаны жапқан кезде үсті подача, асты обратка. Мына пешіңізде жылынып отырады сол кезде. Сондай, еш қиындығы жоқ. Әр адам жасауға болады. Ауылдың балаларының қай-қайсы болса жасай беретін мәселе. Ал, ассалаумағалейкум. Міне 45 градусымызды таптық. Мына суы қалды. Тағы бір-екі нюанстар қалды. Мына суды беруіміз керек пе? Подпитка. Мынау тастай су. Ыстық суға кран қою керек. Мына кран қойып қойдық. Неге? Бұл теплый пол болады. Мына шосыған. Мына кран арқылы теплый полға кетеді. Так, енді тағы бір өзгерістеріміз бар. Мынау ары қарай кетті, соны бір амай алып білеміз. Бұлай болып тұр енді, бірақ мына жерлерін жинайын деп тұрмын кішкене. Нагрузка түспесін деп насосқа. А так бәрі уже болды. Дайын тұр. Мұржасы келу керек қазір. Уже келді, бірақ алып келу керек сон. А так тастай су береміз. Ыстық су пока жабамыз, сосын кран қойып тастаймыз. Пока от жана берсін, кейін суық жасап аламыз ғой. Мына теплый пол кейінірек жасап аламыз тоже. Кран сала салып болды.
Мынау болды. Енді қазір мынаның несін орнатамыз. Мына жақтан сальник алу керек, маған айтқандай. Мынаған сальник алу керек, мына сальнигін жоғалтып алдық. Мынаның ішіндегі сальник болады. Соны алуымыз керек. Газын болды. Атак. Мынаны қойдық. Қазір нені қоям? Сигнализацияны қоям. Мұржасын қоям. Резетка әкеп қоям. Мына стабилизаторымыз тұр. Болды сонымен. Алла қаласа. Бітті. Мынаның ішін сонымен жылытып алсақ, осының ішін штукатурға кірісеміз. Штукатурить етіп, әдемілеп тұрып, солай кірісеміз. Мынау бұралады. Мынау маған бұралу керек. Мына межді несі керек. Мынаған бұралу керек. Мынадан. Маяғынан. Міне біздің көптен күткен мұржамыз да келіп жетті. Алла қаласа қазір ашамыз. Так. Угла. Міне нержавейкамыз да келіп жетті. Осыны орнатамыз.